Сәлем баршаңызға. Бүгін қолдан айран үйтудің бір ерекше әдісіменен бөлісемін. Үйде айран жоқ, бірақ айран үйтуіңіз керек. Ол үшін видеоны толықтай қараңыз. Қолдың сүтін алдын ала пісіріп алдым, оны жылығанша күтемін. Дайын болған сүтті енді мен 1 литрлік банкыға үйтіп көрсетемін. Негізінде қандай ыдысқа болса да үйтуға болады. Негізі айран үйткен кезде көпшілігіміз айранды 1-2 қасығын алып сүтке салып осылай айран үйтатын едік. Ал енді мен бүгін сіздерге осы нанның осындай кішкентай бөлігіменен сүтке салып айран үйтудің жолын көрсетіп отырмын. Жылы сүтке нанның кішкене бөлігін салып, бетін осылай қақпақпен жауамызда, сыртын жылы болып тұру үшін осындай орап қоямыз. Және мен оны кешке қарай үйттім. Енді азанда айран дайын болады. Айран үйіп дайын болды. Енді бетіндегі қалқып шыққан нанды қасықпенен аламыз. Міне топ-тошы көп қою айран дайын болды. Сіздер де осы әдіспенен айран үйтіп көріңдер. Өте дәмді және қою болады. Бұл әдіс үйде айран болмай қалған кезде қолдануға болатын әдістердің бірі. Егер де сіздерге менің осындай айран үйту әдісім ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздер де дәл осы әдіспенен айран үйтіп көріңіздер және пікір қалдырыңыздар. Рахмет.